Тағамдық аллергия неден туындайды және оны қалай емдеу керек? Тағамдық аллергия бұл белгілі бір тағамға қатысты иммундық реакция. Тағамдық аллергия тағам компоненттеріне қатысты ағзаның айқын реакциясы болып табылады. Ол тері бөртпелері, ісіну, асқазан ішек жолдары жұмысының бұзылуы, іштің ауруы түрінде көрініс беруі және өмірге қауіп төндіретін анафилактикалық шокқа дейін жетуі мүмкін. Аллергияның бұл түрі иммундық жүйе бұзылған кезде дамитын ағзаның тағам өнімдеріне сезімталдығының жоғарылауы салдарынан туындайды. Аллергия көбінесе балаларда байқалады, ал ересектерде әдетте аллергиямен бала кезінен бастап зардап шегіп келеді. Мамандардың айтуынша, асқазан ішек жолдары, бауыр, өт жолдары ауруларымен ауыратын адамдар арасында тағамдық аллергияның таралуы осы патологиядан зардап шекпейтін адамдарға қарағанда жоғары және 5-50%-ға дейін жетеді. Тағамдық аллергия басқа аллергиялық аурулары бар науқастарда да, атап айтқанда полинозға шалдыққан адамдарда жиі кездеседі. Тағамдық аллергияны оған өте ұқсас басқа жағдайдан, яғни тағамдық төзімсіздіктен ажырата білу керек. Тағамдық төзімсіздік кезінде иммундық жүйеде өзгерістер болмайды, ал тағамдық аллергияда иммундық өзгерістер болады. Тағамдық төзімсіздік реакцияларының даму себептері көбінесе адамда қатар жүретін әртүрлі аурулардың болуымен байланысты. Мысалы, асқазан, ішек, бауыр, жүйке және эндокриндік жүйелердегі аурулар. Сонымен қатар тағамдық аллергия адамда өмір бойына сақталса, тағамға төзбеушілік оны тудырған себептермен емделгеннен кейін жойылуы мүмкін. Тағамдық аллергияның түрлері: токсинді реакция. Құрамында токсинді заттар немесе жеуге жарамсыз деп танылатын компоненттері бар тағамдарды жеуге организмнің негативті реакциясы токсинді реакция деп аталады. Оның сипаты мен дәрежесі жеген тағамның мөлшеріне және оның құрамындағы заттарға байланысты болады. Токсинді әсер ету кезіндегі ең ауыр жағдайлар мыналар: церебральды ауытқулар пайда болады, сыртқы тыныс алу жүйесі бұзылады, жүрек-қан тамыр жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі. Бұл жағдайда үйдегі дәрі-дәрмекпен емдеу жеткіліксіз болады, мүмкіндігінше тезірек жедел жәрдем шақыру керек. Токсинді емес реакция. Егер барлық адам токсинді реакцияға бейім болса, токсинді емес аллергиялық реакция ағзаның жеке ерекшелігі болып табылады. Тағамдық аллергия немесе тағамдық жоғары сезімталдық ағзаның тағам өнімдеріне жағымсыз токсинді емес реакциясы ретінде сипатталады екен. Сонымен қатар токсинді емес тағамдық аллергия екі түрге бөлінеді. Антиденелері бар тағамдық аллергия. Олар азық-түлік, жаңғақтар, теңіз өнімдері, цитрус жемістері, бал және тағы басқа. Екіншісі латекс. Латекс өнімдерін пайдалану шырышты қабаттармен тікелей байланыста болу, ауаға шығарылған ұсақ бөлшектерді жұту. Ал күзгі аллергиямен қалай күресу керек? Осылайша тағамдық аллергия генетикалық жолмен пайда болуы немесе өмір сүру кезеңінде қалыптасуы мүмкін. Тағамдық аллергияның белгілері әртүрлі, олар жеңіл жайсыздықтан өмірге қауіп төндіретін жағдайларға дейін болуы мүмкін. Жеке органдарға немесе тұтастай алғанда бүкіл ағзаға әсер ететін әртүрлі ішкі және сыртқы шоғырлануы да кездеседі. Ең жиі кездесетін белгілері мыналар: терідегі реакциялар, ісіну, қызару, бөртпе, қышу. Ал асқазан ішек жолында түйіну мен ауырсыну, жүрек айну, құсу, диарея, ауыз қуысындағы ісіну. Тыныс алу жолдарында демікпе, ентігу, жөтел, жұтқыншақтың ісінуі және қышуы. Көзден жас ағуы, ісіну, қызару, қышу түрінде. Құлақтағы бітелу сезімі, ауырсыну, есту қабілетінің жоғалуы. Аллергиялық ринит деп аталатын мұрындағы шырышты қабықтың ісінуі, иіс сезудің жоғалуы. Басты, жеңіл және қатты ауырсынуы. Жүрек тамыр жүйесінде кеудедегі ауырсыну, жүрек соғысының бұзылуы, жоғары қан қысымы, естен танып қалу. Аллергияның қандай түрі болса да дер кезінде ем қабылдауды қажет етеді. Ал дәрігерсіз өз бетінше емделу ауруды одан сайын ушықтырып жіберуі мүмкін. Сондықтан дер кезінде дәрігердің кеңесін алып отыру керек. Видео сізге пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.